мақсатыма жететін жолды таңдап жарысып, қатарластарымның соңына қалмайын деп шештім. Жаңа бір топ ортаға түсіп көрген таңғы асты бұрышта жалғыз отырып ішкен адам болсаңыз, онда мені түсінесіз. Мектепке келген жаңа оқушы болу, оның үстіне мүгедек болу 2 есе қиын. Мальборннан ақш-тағы Брисбенге одан кері көшіп келуіміз проблемамды көбейтіп, қиындықтарымды арттырып жіберді. Жаңа сыныптастарым мені тек физикалық тұрғыдан емес, психикалық тұрғыдан да мүгедек деп ойлады. Менен алысырақ жүруге тырысты. Өзім батылдық танытып, асхана мен дәлізде олармен сөйлесіп араласа бастадым. Қаншалықты жиі араластым, соншалықты бөтен емес екенімді олар да ұға бастады. Кейде Құдай өзіміздің көмектесетінімізді күтеді. Сіз армандай аласыз, үміттене аласыз. Бірақ осы арманыңыз бен үмітіңіздің шындыққа айналдыру үшін әрекет етуіңіз қажет. Өзіңіз қалағандай адам болу үшін ең алдымен өзіңізді өзіңіз жеңуге тиістісіз. Сыныптастарым мені өздері сияқты көргенін, жанымда түсінгенін қаладым. Сол үшін жайлы ортаға құмартқан жоқпын. Барымды салдым. Мен керемет нәтижелерге қол жеткіздім. Мен сыныптастарыммен қол-аяғы бар адамдар әлемінде өзімнің қалай өмір сүріп жатқанымды жөнінде сөйлестім. Сол әңгімелердің арқасында мен студенттердің, шіркеуге келген жастардың, басқа да жастар ұйымдарының алдында сөйлеуге шақыра бастады. Ел алдында жүргенімді жұртшылықтың білгені мен үшін маңызды еді. Таңғаларлығы шаршы топқа түсіп, сөз ұстау шеберлігі мектепте үйретпейді. Ақиқаты былай. Әрбіріміздің ерекше қасиетіміз бар. Талант, машық, қабілет. Бұл қасиеттер бізге жан рахатын сыйлап, одан әрі жігерлендіреді. Бақытқа бастар жол сол ғажап қасиеттерді игергенде ғана ашылады. Әлі де өз жолыңызды іздеп, өміріңіздің мәнін түсінуге талпынып жүрсеңіз, өзіңізді бағалаңыз деп кеңес беремін. Қолыңызға қалам мен қағаз алыңыз, немесе компьютерге отырыңыз. Өзіңіз жақсы көретін істердің тізімін жазып шығыңыз. Сіз немен айналысқыңыз келеді? Қандай іспен айналысқан кезде уақыт пен кеңістікті сөзбей қаласыз? Қай іспен шұғылданғанда жалықпайсыз? Сізден жұртшылық не күтеді? Олар сіздің ұйымдастыру қабілетіңізді бағалай ма? Әлде талдау жасайтын шеберлігіңіз ұнай ма екен? Егер бойыңызда басқалардың да қандай қасиетті байқайтынын білмесеңіз, туыстарыңыз бен достарыңыздан сұраңыз. Ол қасиеттеріңізді атап берсін. Бұл өмірдегі жолыңызды табу көмектеседі. Біз өмірге үлкен үмітпен және мол құштарлықпен келеміз. Әрқайсымыз әлі ашылмаған бір аралмыз. Өзіңізді шынымен қызықтыратын, күн сайын істегіңіз келіп тұратын істі анық білсеңіз, өмірдегі өз жолыңызды табасыз. Жақсы көретін ісіңізбен айналысыңыз. Үшін сізге ақша төлейтіндер пайда болса, қызметіңізді өсіп, мәртебеңіз артады. Жастармен сөйлескенде менің де кәдімгі адам екенімді дәлелдеу, олармен тіл табыса білудің бір тәсілі болды. Өзімнің ішкі әлемім туралы айтып, адамдармен жақсы қарым-қатынас орнату бақытын бұйыртқаны үшін тағдырыма мыңда бір алғыс айтамын. Көпшілік алдында сөйлеу маған көп пайдасын тигізді. Алайда өзім айналамдағы адамдарға қатты әсер ететінін кейіннен ұқтым.